Әрі қарай наурыз алдымызда наурыз опыты келе жатыр. Сол наурыз опытыда кездесіп қалу ықтималдылығы жоғары сұрақтарды қарастырамыз. Бізде бірінші алғашқы сұрағымыз 16 ғасырдың бірінші ширегіндегі қазақтың ханы. Жалпы бізде 16 ғасырдың бірінші ширегі, яғни 1500 жылдарды қарастырамыз. 1500 жылдарда бізде қазақтың ханы жалпылама алғанда 1511 жылдан бастап бізде ел билеген қазақтың ханы Жәнібектің баласы Қасым болған болатын. Қасым кезінде мемлекетте қазақ хандығында Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жинағы шыққан болатын. Осы заңдар жинағы ең алдыменен қазақ жерінде заңдарды шығарған біздегі қазақтың ханы Қасым болған болатын. Ал бұл жердегі сұрақтың жауабы жалпы 16 ғасырдың бірінші ширегіндегі қазақтың ханы десе, ол бізде Қасым хан болады. Екінші сұрақ. Батыйдың батысқа жорығы неше жылға созылды? Кей деректерде Батый, не болмаса Бату, бұл бізде Шыңғыс ханның немересі. Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан жалпы бізде 4 ұл тараған болатын. Ол бізде бірінші үлкен ұлы Орда Ежен, екінші ұлы Бату, үшінші ұлы Берке және соңғы төртіншісі Шайбани. Бізде Бату Жошы әкесі қайтыс болғаннан кейін таққа отырған ұлы болып есептеледі. Бату 1235 жылы жалпы моңғолдардың астанасы Қарақорымда жалпы құрылтай өткізіледі. Ол құрылтайда батысқа жорық мәселесі қарастырылады. Осы кезде оны батысқа жорықты ұйымдастыру қолбасшы ретінде Бату сайланған болатын. Кейін ол негізі 1236 жылы нақтырақ айтқанда, яғни бір жылдан кейін батысқа жорықты бастайды. Басталған уақыты 36, егер құрылтай уақыты сұралса, ол 35. 36 жылдан бастап 1242 жылға дейін, 42 жыл аралығына дейін 7 жыл аралығында бізде жорықты батысқа ұйымдастырған болатын. Кейін 43 жылдан бастап бізде әрі қарай Алтын Орда мемлекетін құрған болатын. Алтын Орданың астаналары ол кейін алғашқыда Сарай Бату болады, кейін Сарай Берке қалалары болады. Сұрақтың жауабында Батыйдың батысқа жорығы неше жылға созылды? Созылған уақыты 7 жыл. Неге 7 жыл? Себебі 36 жылы олар моңғолдар Ресей жеріне батысқа қарай территориясына кірген болатын. Сол себепті 36 жылда қосып аламыз. Келесі, Қадырғали Жалайыридің еңбегі. Қадырғали Жалайыридің жазған еңбегі бізде Жамиғат ат-Тауарих деген еңбекті жазып қалдырған болатын. Келесі, әрі қарай бізде төртінші елтаңба қай жылы шығарылды деген сұрақ. Елтаңба жалпы Қазақстан Республикасының елтаңбасы 1992 жылдың 4 маусымында елтаңбамыз бекітіліп шығарылған болатын. Келесі, 2003 жылы әлемдік діндердің бірінші съезі өткен қала. Бұл қала бізде қазіргі елордамыз Астана қаласында өткен болатын. Енді бұл жерде бірінші съез 2003-те болады, екінші съез бізде 2006-да болады. Жалпы 5 съез қарастырылады. Ол біріншісі 2003-те, екіншісі 2006, үшіншісі 2009, 2012 ақырындап әлемдік дін басыларының съездері өткізілген болатын. Енді бұл жерде 4-ші және 5-ші ол бізде 2015 жыл. Бұл жерде ең басты ерекшелік болып тұрған
әрбір жыл съез уақытына бізде жылды 3 жылды қосып отырамыз. Сонда бірінші съез 2003-те болады, екінші съез 2006-да, 9-да, 12-де, 15-те. Яғни 3 жылды съездерге қосып отыратын боламыз. Келесі. Түргештерден кейін билікке кім келеді? Түргештерді кім құлатады деген сұрақ екен жалпы. Енді бұл жерде сұрақтың қалай келгені белгісіз, өйткені бұл оқушылардың слив, яғни ұбт тапсырған кездегі алып шыққан жазылған сұрақтары. Түргештерден кейін билікке кім келеді? Енді жалпы қарастырсақ, 10-шы түргештердің билік құрған уақыты бізде түргештердің билік құрған уақытысы бізде 704-тен 756 жыл аралығына дейін мемлекет құрылған болатын. Бұл түргештер жалпы батыс түрік қағанатының орнына құрылған өте мықты қағанат. Түргештерден негізгі мекендеген жері Жетісу аймағы. Түргештерге байланысты тағы бірнеше мәлімет айта кетер болсақ, бұлар біріншісінде үшлік құрған болатын. Бұл үшлік қаған. Екінші үшліктен кейін сақал отырған болатын. Және үшіншісі ең атақты қағаны Сүзеген деген Мұзахим деп аталып кеткен сұлу қаған. Астаналары Күнгөт, Суяб және де кейін сұлу қаған кезінде астананы көшіреді, олар Тараз қаласына. Енді осы түргеш қағанатын құлатқан тайпа, олар бізде Қарлұқтар. Қарлұқтар кейін 756 жылдан бастап 940 жылға дейін түргештердің орнында өмір сүріп, осы жерден мекендеген болады. Негіз мекендеген жері Жетісу. Келесі, Кенесары Қасымұлы кімге қарсы шығады? Кенесары Қасымұлының көтерілісі 1837 жылдан 47 жыл аралығына дейін 10 жыл уақытты қамтиды. 10 жыл уақыттың ішіндегі 1841 жылы Кенесары хан болып сайланады, 6 жыл ел билейді, және Кенесары Қасымұлы қазақтың ең соңғы ханы. Кімге қарсы шығады? Жалпы Кенесары қарсы шығуы ол патша үкіметіне шығады, және де қырғыздарға, яғни қырғыз манаптарына қарсы шығады. Ең соңында қырғыз манаптарына 1847 жылы Кекілік Сеңгір деген жерде Кенесары інісі Наурызбай екеуі кезекті қырғыздарға шабуыл жасау барысында Кекілік Сеңгір деген жерде тұтқынға түседі. Сол қырғыздарда Кенесарының басын шауып алып, патша үкіметіне, яғни Ресейге тарту ретінде берген болатын. Енді Кенесарының Қасымұлыны кімге қарсы шықты? Яғни патша үкіметімен қырғыз манаптарына қарсы шыққан болатын. Келесі, Ұлы Отан соғысы кезіндегі фабриканы сұрады. Ұлы Отан соғысы бізде 1941 жылдан 1945 жылға дейін Ұлы Отан соғысы болған болатын. Жалпы бірінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы басталған болатын. Ал нақты Ұлы Отан соғысының басталған уақыты 1941 жылдың 22 маусымында таңғы 4-тер шамасында немістер Кеңестік социалистік республика одағына шабуыл жасаған болатын. 22 маусымда басталады. 45 жылы соғыс аяқталады. 9 мамыр күні. Келесі. Бұл жерде соғыс кезіндегі фабриканы айтыппын. Бұл жердегі біздегі сұралатын фабрика Алматы қаласындағы зауыт фабрика. Келесі. 2011 жылы Қазақстаннан не қабылданады? Қандай ұйымға мүше болады деген сұрақ келді. Жалпы 2011 жылы бізде бірнеше заңдар қабылданған болатын. Зейнетақы қабылданды. Тағы сол сияқты көптеген заңдар қабылданған болатын. 15 Жүсіп баласағұнның түркі тілінде жазылған энциклопедия еңбегі депті. Махмұд Қашқаридің еңбегі. Махмұд Қашқаридің еңбегі жалпы 16 сұрақта бізде түркі
тілдерінің сөздігі деген еңбек. Махмұд Қашқаридікі. Келесі, Атлах шайқасы қай жылы болды? Атлах шайқасы бізде жалпы қай жылы болды? 751 жылы Атлах шайқасы болады. Енді бұл жерде бір ескере кететін жайтты қарайтын болсақ, мысалға 751 7, яғни қай жерде? Жетісуда болды. Жетісу жерінде болған шайқас. 5 тайпа қатысқан: қарлұқтар, түргештер, соғдылықтар, арабтар, қытайлар. 5 тайпа қатысады. Біреу жеңілді. Ол бізде қытайлар жеңілген болады. Яғни осы шайқастан кейін, Атлах шайқасынан кейін олар бір жолата Жетісу жерінен кетеді. Және Атлах шайқасынан кейін орын алған жағдайлар, олар бізде ислам діні Қазақстанның оңтүстік бөліктеріне қарай ене бастайды, және ең басты мешіттер салына басталған болатын. Келесі, 18-ші сұрақта. Тәуке ханның тұсындағы заңдар жинағы. Тәуке хан 1680 жылдан 1715, кей деректе 18-ші жылдарға дейін ел билеген болатын. Тәуке ханның тұсында Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолының заңдар жинағының қосындысы ретінде Тәуке хан 7 жарғы заңдар жинағын шығарған болатын. 7 жарғы кезінде бізде Төле би, Қазбек би, Әйтеке билер ат салысқан болатын. 2010 жылы ЕқыО төрағалық еткен Орта Азиялық мемлекет. 2010 жылы бізде Назарбаев төрағалық етеді, яғни мемлекеті Қазақстан мемлекеті. Келесі, валюта қабылданды. Валюта бізде ақша. Теңгеміз 15 қарашада ол айналымға енеді. 1993 жылдың 13 қарашасында теңге туралы заң шығады. Теңге 1993 жылдың 15 қарашасында айналымға енеді. Келесі, 1992 жылы 6 қаңтар бағаны бағаны дейді. Енді бұл жерде 92 жылы 6 қаңтарда болған оқиғаны сұрайды. Ол оқиға бізде бағаны босату. Бағаны босату арқылы бізде тауарлар қымбаттап кетеді. Яғни келесі, Тәуекел хан Ташкент пен Самарқанды басып алды. Не жылын сұраған екен? Жалпы Тәуекелде хан Ташкент пен Самарқанд ол бізде қазіргі Өзбекстан жеріндегі қалалар. Басып алған уақыты 1598 жыл, және де 1598 жылы Тәуекел Бұхара қаласында кезекті шабуыл жасау барысында жорық кезінде жарақат алып, сол жарақаттан қайтыс болған болатын. Тәуекел хан бізде Есім хан екеуі Шығай ханның балалары, және де Тәуекелден кейін таққа інісі Есім 20 жасында таққа отырған болатын. Оғыздар 24 тайпадан тұрады деген Махмұд Қашқаридың дерегінде. Оғыздарға туралы бірнеше деректер айта кететін болсақ, олардың астанасы Яңды екен. Орналасқан жерлері Сырдарияның төменгі және орта ағысында. Бұлар бастапқы кезде Жетісу жерінде өмір сүрген. Кейін Жетісуға қарлұқтар келгеннен кейін бұл оғыздар Сырдарияның төменгі және орта ағысына көшіп кеткен болатын. Ол жерде қанғар печеніктермен соғысқан болатын. Осылай бүгінгі видеомызда осы жерге 29-ға дейін қарастырдық. Келесі сұрақтарға қарай жалғастыратын боламыз.